Ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздермен еттен гуляш дайындайтын боламыз. Ең алдымен майымызды табамызға салып ертіп алатын боламыз. Одан кейін ерігеннен кейін етіміз салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Осы уақытта менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Етімізді жақсылап қуырып алған соң жуамызды салып, жуамызды да етімізбен бірге қуырып алатын боламыз. Жуамызды қуырып болғаннан кейін томатымызды саламыз. Томат салмасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Етімізге бір кәсе ыстық суымызды қиып, немесе көз мөлшермен қисаңыздар болады. Содан кейін тұз, бұрышымызды және тағы басқа дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Және мен лавр жапырағын салдым. Бетін жауып, жай отта 1 сағаттай етімізді пісіріп алатын боламыз. Енді табамызды қыздырып, 2 қасық ұнымызды салып, кішкене қуырып алатын боламыз ұнымызды. Ұнымыздың түсі өзгеру қажет қуырылған кезде. Ұнымызды қуырған кезде араластырып тұрыңыздар. Ұнымыз осылай түсін өзгерту қажет. Ұнымыз бен жылы суымызды бірге қосып, біркелкі масса дайындаймыз. Дайын массамызды піскен етіміздің үстіне құямыз. Егер етіміз суы қою болса, суды тағы да құйып шығатын боламыз. Менің гуляшым дайын, осылай пюремен ұсындым. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.